Қазақта бір әдеп бар. Өліп қалған адамды ешкім жамандамайды, өсек айтпайды, ғайбаттамайды. Ол бізде ғана емес, барлық халықта бар. Өйткені ол адамгершілік. Тірі кезінде айтқың келсе, бар да бетін айт, немен айтсаң да. Ол саған жауабын береді, өзінің пікірін айтады. Ал айта алмаған екенсің тірі кезінде, үндемей жүрдің. Онда ол өліп қалғаннан кейін артынан үру, оны жамандау, ғайбаттау, өсектеу, ол шариғатқа да тыс нәрсе. Біреуді сыртынан жамандау, өлген адам тұр ғой, тірі адамды сыртынан жамандау, ғайбаттау, өліп қалған кісінің етін жеумен бірдей дейді. Солай ғой. Ал енді мына Мұхтар Шаханов қайтыс болғаннан кейін, ана шетелде Біляш деген біреу неше түрлі сөз айтып жатыр. Сонда мен тыңдаушыларым жазыпты, Біляш туралы қандай пікіріңіз деп. Мен пікірім мынандай, алдында да сіздер сұрағасыздар, мен қысқа айтайын. Біреуді сыртынан жамандайтын, өсектейтін, ғайбаттайтын адамды мен ұнатпаймын, жек көремін. Ол өзін кім екенін бір ауыз сөзімен көрсетті. Мен бір рет тыңдадым, сіздер тыңда дегеннен кейін тыңдасам, ананы көрінен суырып бару керек, сүйреу керек, ананы бауыздау керек. Мен президент болсам бәрін бауыздаймын, бәрін атамын, қырамын, анау шошқа бас, анау есек бас деп. Мен алдымда өшіре салдым. Болды, одан кейін мен оны тыңдамаймын. Енді осы сөзінен белгілі ғой. Ана адамгершілік тұр ғой. Ана сөйлеу әдебін білмейтін адамды тыңдаудың өзі ақымақтық қой. Мұхтар Шаханов болсын, басқа болсын, олар Аллаға кетті, өздерінің істеріне өздері жауап береді. Жақсылығына да, жамандығына да. Кез келген адам. Егер де ол Мұхтар Шаханов, кез келген адам кеткенмен, неше адамдар кетті ғой атақты. Олардың бәрі періште емес. Бір істері дұрыс шығар, бір істері бұрыс шығар. Мың рет жақсылық істеді қазаққа. Қанша өлеңдері бар, қанша әндері бар. Шәмші Қалдаяқовтың да бірге әндері шығарған. Соның бәрі тыңдап жүріп, рахаттанып бір өмір сүрдік жас кезімізде. Енді бір-екі рет кендештікпен қателескен бір жерлері болса, біз немен ана бір қателік үшін мың жақсылығын сызып тастауымыз керек пе? Содан жаман адам деуіміз керек пе? Онда немене, біз періштеміз бе немене? Бізде қателік жоқ па? Кез келген адам қателік істейді. Біз соны ұмытпауымыз керек. Ана Шыңғыс Айтматов айтады ғой. Адам үшін ең қиын нәрсе дейді. Күнде адам болып қалу дейді. Адамгершілік сақтап қалу дейді. Біз күнделікті адамгершілік сақтап қалуға тырысып жүреміз, бірақ бәрібір қателесеміз. Сондықтан өлген адамды жамандап, ғайбаттап, сыртынан сөйлеу, ол барып тұрған оңбағандық, әдепсіздік. Мына Имам Маликті жас кезінде, бала кезінде шешесі өте дана болған адам болған, Рәбия деген әулиеге жіберіп жатып былай деген: сен Рәбияға білім іздеуге бара жатсың. Білімнен бұрын сен әдеп үйрен балам деген. Сондықтан біреу тыңдасаңыздар, оның сөйлегеніне қараңыздар. Ол әдепсіз адам ба? Жоқ, білімді әдепті адам ба? Халыққа пайдасы тиетін адам ба? Жоқ, мынау елге, қазаққа бүлік салып жүрген, іштен ірітіп жатқан, бүкіл қазақты жамандап жатқан адам ба? Соңға көңіл аудару керек қой. Көзге түсу үшін Мұхтар Шаханов жамандап, ана Мұхтар Шахановпен бірге өмір сүрген, оны сыйлайтын ана білімді адамдар, ақылды адамдар, солардың бәрін көзіне түсу үшін істеп жатқан іс-әрекеті ғой. Бұл барып тұрған ақымақтық.